диссертациялық кеңестің мүшелері, рецензенттер және осы қорғауға қатысып отырған ғалымдар мен докторанттар. Қазақ қыздар педагогикалық университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамы жанынан құрылған филология білім бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің 29 қыркүйек 25 жылғы нөмірі 28 мәжілісін бастауға рұқсат сұраймын. 8.02.301 филология білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор дәрежесін алу үшін ұсынылған Исфендиярова Айнұр Төлегенованың қазақ халық лирикасының информативтік аспектісі тақырыбындағы диссертациясының қорғауы күн тәртібіндегі мәселе. Диссертация Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінде орындалған. Диссертация қорғауға алғаш рет ұсынылып отыр. Осы диссертантты мен ғылыми кеңесшілеріне таныстыруға рұқсат етіңіздер. Отандық ғылыми кеңесшілері Арсат Алмасбек Ахмедович, филология ғылымдарының докторы, профессор, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің профессоры офлайн қатысып отыр бүгінгі мәжілісімізге. Тағы да ғылыми кеңесші Жақупов Жандас Алпаевич, филология ғылымдарының докторы, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры. Жандас Алпаевич, барсыз ба? Жандас Алпаевич, тезірек хабарласыңыздар. Жақсы, мына кішкене техникалық ақаулар болып жатыр, сол үшін кешірім сұраймыз. Келесі шетелдік ғылыми кеңесшісі докторантканың Галиуллина Гүлшат Раисовна, Қазан федералдық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы, Татарстан Республикасы, Ресей Федерациясы Қазан қаласынан қатысып отыр. Гүлшат Раисовна, вы здесь? Саламатсыз ба? Шықты, естіліп тұр, жақсы рахмет. Келесі кезекте енді диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелерімен таныстырып өтейін. Қазақ қыздар педагогикалық университетінің ректорымыз 9 шілде 24 жылғы нөмірі 274 бұйрығымен диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелері бекітілді. Философия доктор дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша бекітілген тұрақты мүшелердің саны 4-еу. Олар кеңестің төрағасы Ермекова Нұрдәулетқызы, филология ғылымдарының докторы, Қазақ қыздар педагогикалық университетінің профессоры, кеңес төрағасының орынбасары Танжарыкова Алла Васильевқызы, Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы, мәжіліске онлайн қатысып отыр. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Жандас Алпаевич, сәлеметсіз, көргенімізге қуаныштымыз. Кеңестің тағы тұрақты мүшесі Сұлтанова Бибігүл Жұмбайқызы, филология ғылымдарының докторы, Қазақ қыздар педагогикалық университетінің профессор міндетін атқарушы және кеңестің хатшысы Рысқұлбек Дидар Жылқыбайқызы, PhD доктор, Қазақ қыздар педагогикалық университеті. Кеңестің барлық мүшесі мәжіліске қатысып отыр. Университеттің ғылыми кеңесінің 28 тамыз 25 жылғы 19.09.92 бұйрығы негізінде диссертациялық кеңестің уақытша мүшелеріне рецензенттер бекітілді. Енді солармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері Сайфуллина Вера Сагитовна, Қазан федералдық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы, Ресей Федерациясы Татарстан. Вера Сагитовна, вы здесь? Барсыз ғой, иә? Бар, я онлайнда. Бетіңізді ашыңыз. Саламатсыз ба? Я вас вижу. Добрый день. Я вас вижу, слышу. Спасибо. Слышно, да? Келесі диссертациялық кеңестің уақытша мүшесі Оданова Самира Амангелдиевна, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ техникалық университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты. Қуатбекұлы Ерғанат, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аға ғылыми қызметкері, PhD доктор.
Енді осы диссертациялық кеңеске бұны сараптама жасайтын рецензенттермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бірінші рецензент Ержанова Сәуле Баймұрзаевна, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы. Екінші Молдағали Бақытгүл, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің қауымдастығының профессоры міндетін атқарушы, жүйеші доктор. Елу парағының негізінде мәжіліске 9 адам, соның ішінде Қанжарова Алла Васильевасы мен шетелдік уақытша мүше Сайфуллина Фера Сагитовна онлайн қатысып отыр. Диссертанттың шифры бойынша мәжіліске қатысуға тиісті 9 кеңес мүшесі бар, яғни кворум бар. Диссертациялық кеңестің жұмысын бастау туралы ұсыныс бар, соған дауыс берулеріңізді сұраймыз. Бастау барысында. Рахмет. Қарсылық қалғандар жоқ қой, жоқ. Онда ұсыныс бірауыздан қабылданды. Сөз кезегі Испандиярова Айнұр Төлегеновнаның диссертациялық іс-қағаздарын таныстыру үшін диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, көші доктор Рүстемова Дидар Жолтыбаевасына сөз беріледі. Қайырлы күн баршаңызға, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері. Сіздерді диссертациялық кеңестің ережесіне сәйкес докторант Испандиярова Айнұр Төлегеновнаның диссертациялық кеңеске келіп түскен жеке құжаттарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Испандиярова Айнұр Төлегеновна 1978 жылы 7 шілдеде Қостанай облысы Амангелді ауданы Амангелді ауылында дүниеге келген. 1995-99 жылдар аралығында Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алған. 2002 жылдар аралығында Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде кеңсе меңгеруші болып жұмыс істеген. 2002-2004 жылдары Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде қазақ практикалық лингвистика кафедрасында оқытушы болып, 2004 жылдан 2008 жылға дейін аталған жоғары оқу орнының қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарған. 2008-2010 жылдар аралығында Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде 6М020500 филология мамандығы бойынша магистратурада білім алған. 2013-14 жылдар Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде практикалық лингвистика кафедрасында аға оқытушы. 2014 жылдан бастап 16 жылға дейін Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі тілдік даярлау орталығының аға оқытушы болып қызмет істеген. 2020-20 жылдар аралығында Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінде 8-02-301 қазақ филологиясы білім беру бағдарламасы бойынша докторантурада білім алған. 2023 жылдан бастап осы күнге дейін Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай университетінде филология және практикалық лингвистика кафедрасында аға оқытушы болып жұмыс істейді. Отбасылы 3 баласы бар. Әрі қарай докторанттық іс-қағаздарындағы келесі құжаттар бар. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай университетінің кадр бөлімі мөрімен расталған жеке іс-қағазы мен еңбек кітапшасының көшірмесі, түптелген және электрондық нұсқадағы диссертация, диссертацияның 3 тілдегі аңдатпасы, жұмыс орны мөрімен бекітілген отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті зерттеулер, инновациялар мен цифрландыру жөніндегі проректоры Жарылғасовтың қолымен бекітілген филология және практикалық лингвистика кафедрасының кеңейтілген мәжілісінің 10 қорытындысы. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті бас ғалым хатшының қолы қойылған ғылыми еңбектердің тізімі және олардың көшірмелері. Зерттеу жұмысының мазмұнына сәйкес 12 мақала жарияланған, соның ішінде 8 мақала Қазақстан Республикасы бақылау комитетінің нұсқаулығындағы филологиялық басылымдарда, 8 мақала халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияларда, оның 2-інің видеоматериалы сақталған. Диссертация тақырыбымен ғылыми жетекшілігін бекіту туралы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті бұйрығының көшірмесі, докторантура бағдарламасын толық игергендігі туралы транскрипт, нотариалды бекітілген жоғары білімі туралы және магистр дипломдары мен қосымшаларының көшірмесі. Диссертациялық кеңестің диссертацияны қорғауға қабылдау жөніндегі мәжілісінің хаттамасы 27 маусым 25 жыл нөмірі 20. Мемлекеттік ұлттық ғылыми техникалық сараптама орталығының диссертация қорының сәйкесімен анықталмағандығы туралы анықтама. Ресми рецензенттердің пікірлері тіркелген. Диссертациялық кеңестің 27 маусым 25 жылғы номер 20 хаттамасы негізінде ғылыми семинар өткізіліп, ғылыми семинар шешімімен докторанттың жұмысы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті жанында құрылған 8-02-301 филология білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңеске қорғауға ұсынылды.
Диссертациялық кеңестің ережелеріне сәйкес Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінің интернет ресурстарында келесі ақпараттар орналастырылған: қорғау туралы хабарландыру, 3 тілде, диссертация, 3 тілдегі аңдатма, отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері, ғылыми еңбектер тізімі, ресми рецензенттің пікірлері. Барлық құжаттар Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің білім саласындағы сапаны бақылау және қамтамасыз ету комитетінің талаптарына сай рәсімделген. Жалпы диссертациялық кеңеске келіп түскен докторанттың құжаттарының тізімі осындай. Жақсы, рахмет. Докторанттың жеке қағаздары бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Талқыланша. Жоқ, рахмет. Онда Дидар Жүкбаев Соловой болып болса жұмысымызды әрі қарай жалғастырайық. Мынау диссертацияның негізгі мазмұнын баяндап беру үшін біз диссертантты шақырамыз. Міндетті Исмәдия Байбекова, сізге 20 минут уақыт беріледі. Сол 20 минуттың ішінде жұмыстың негізгі ұжымдық қорытындыларын басып өтсеңіз. Құрметті диссертация кеңесінің төрағасы, диссертация кеңесінің мүшелері, сіздердің назарларыңызға қазақ халық лирикасының лингво-фольклортанулық аспектісі тақырыбында жазылған диссертацияны ұсынамыз. Диссертация кіріспеген негізгі екі бөлімнен пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Тақырыптың өзектілігі оның қазіргі когнитивтік лингвистика мен әдебиеттану, фольклортану ғылымдарының тоғысындағы жаңашыл бағыттармен үндесуінде ұлттық дүниетанымды танудағы практикалық маңыздылығында жатыр. Зерттеу жұмысының мақсаты қазақ фольклорындағы халық лирикасын, қара өлең, тарихи өлеңдердің поэтикалық ерекшелігін және солардың концепция сферасын, түрлі концептілердің тілдік таңбаларын айқындау. Зерттеудің ғылыми жаңалығы қазақ фольклорында қара өлең, тарихи өлең жанрының поэтикасы тақырыптық құрылымды композициялық тұрғыдан кешенді түрде қарастырылды. Отандық фольклортануда қара өлең, тарихи өлең, ән өлеңдердегі образдылық, концепті сфера назарға алынды. Концептілік құрылымдардың фольклорлық мәтіндердегі түрлерінің вербалдануы және әртүрлі тілдік құралдар арқылы эстетикалық мақсатқа бағынған ерекшеліктері анықталды. Зерттеу жұмысында концепт ұғымы кешенді құрылым деп танылып, оның қазақ халық лирикасы мәтініндегі лингво-когнитивтік ерекшеліктері көрсетілді. Қара өлеңдер, тарихи өлеңдер, ән өлеңдердегі метафизикалық концептілердің құрылымдық жүйесінің тілдік бейнесі жан-жақты қарастырылып, жинақталған фреймдік құрылыстар халық лирикасының халықтық тәжірибе арқылы қалыптасқандығын, негізінен мазмұндық жағынан қоғамдық қызмет атқарушы екендігін дәлелдеуге септігін тигізді. Туыстық дала концептілері қазақтың ұлттық болмысын, сипатын, мінезін, менталитетін, бейнесін танытқан, ақиқат дүние бейнесін танытатын өлең концептісінің тілдік құралдарының мәнінің ашылуы тақырыптың өзектілігін айқындайды. Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар қара өлең, тарихи өлең, ән өлеңдері қазақ халқының дүниетанымы мен тарихи жады бейнелейтін когнитивтік құрылымдарға бай поэтикалық мәтіндер. Қазақ халқы лирикасында кездесетін концептілер ұлттық болмыстың, таным мен эмоцияның тілдік репрезентациясы. Қазақ халқы лирикасындағы көркеуіш құралдардың жүйесі халықтық ментальдық кеңістігін танытады. Фольклорлық мәтіндердегі когнитивтік модельдер ұлттық рухани мәдени кодтарын сақтайды және ұрпаққа жеткізеді. Лингво-фольклортанулық тәсіл халық мұрасын танудағы заманауи әрі нәтижелі бағыт. Қара өлең, тарихи өлең және ән өлеңдерді лингво-фольклортанулық аспектіде зерттеу халықтың көркемдік әлемін, тілдік бейнесін, тарихи танымын, ұлттық құндылықтарын терең түсінудің ғылыми негізі. Зерттеу барысында салыстырмалы талдау, сипаттама, концептілік талдау, жинақтау және оны түсіндіру, бақылау, қорыту әдістері қолданылды. Бірінші бөлімде қазақ халқы лирикасының жанрлық сипаты, қоғамда ақпарат таратушы қызметі, көркемдік эстетикалық ерекшелігі, поэтикалық көркем бейнелер талданды. Жұмысымызды жазу барысында бірінші бөлім бойынша 101 тілдік бірлік жинақталды. Қара өлең қазақ халқының ең көне өлең түрлерінің бірі. Бұл өлең түрі халықтың тұрмыс тіршілігін, болмысын, даналығын жинақтаған бейне.
қара өлеңнің құрылымы қарапайым болғанымен оның поэтикалық қуаты өте зор. Онда терең философиялық нәзік сезім, өткір әзіл мен сын қатар өріледі. Қара өлең сөзі бұл жерде түс емес, бастау, күбір, қарапайымдылық мағынасында қолданылған. Біз бірінші бөлімде мынадай қорытындыға келдік. Қара өлең дегеніміз ескі, қасиетті өлең мағынаны білдіреді деген қорытынды жасадық. Қазақ халқының өмірі кешіңіздер, адам өмірге келгеннен бастап дүниеден өткен сәтті әртүрлі рәсімдері өлеңмен байланысты. Өлеңнің жай сөз ретінде ғана емес, мағыналы сөздермен баяндалуы да қазақ халқының даналығын көрсетеді. Мына өлең жолдарынан адам өміріне қатысты рәсімнің бір көрінісін көре аламыз. Мысалы, слайдта көрсетілген қайғырып алтай биең жатып қалған, айырылдым әжібайдан дүние қалған, көзімнен бұлбұлша ұшты қайран ерім, шемен боп тіршілік тек кетті арман. Көзімнен бұлбұлша ұшты қайран ерім утопиялық теңеу арқылы батырынан айырылған халықтың көзінен алып қаһарманның образы күшейтіліп баяндалған. Жалған дүние тіркесі арқылы адамдар бұл өмірде бір-біріне қонақ екені сипатталады. Көзі ашық болғанша өмірдің қалай өтіп кететінін, тамшының сабындай қысқа өмірін ерлікке арнаған қаһарманымызды жоқтаған артындағы ел жұртының күйзелген хал жағдайын дүние жалған фильм арқылы көре аламыз. Келесі мысалда екінің бірі жомарт тасқан жерде, кәдімне ер жарайды сасқан жерде, жаманға жазатайын күнің түссе қабысып қалады екен аспан жерге. Бұл өлеңдерде жамандық пен жақсылық, байлық пен кедейлік салыстырыла берілген. Қабысып қалады екен аспан жерге әсірелеу арқылы негізгі ой астары ашылған. Қолында бар болса, бәрінің жомарт болатыны, жаманға үстің түссе, еш пайдасы болмайтыны, ер адам мен жаман адам ұғымы параллель алынып сипатталған. Ер адам ұғымы әр уақытта қол ұшын беретіндігі кәдімне ер жарайды сценарийдің құрылымы арқылы ашылған. Жоғарыда айтып кеткендер бірінші бөлімде 101 тілдік бірліктер қарастырылды. Соларға мысал келтіріп кететін болсақ, тауды тіліп тас жарған, ақырса тауықтың өлең тасты жарған, тау құдіретті тартылдап қақты қандай, қабысып қалады екен аспан жерге. Бұл тіркестер халықтың табиғатты, адам рухының, бақыттың, заманның қуатымен теңестіру дәстүрін көрсетеді. Ұлттық мәдени коннотация нәтижесінде ұлттық мәдени коннотация жинақталды. Қазақ дүниетанымында тау, биік, мызғымас күштің символы. Сүт үстіріп, уақыт өлшемі. Қазақ тұрмысында күнделікті шаруашылық пен қонақ күндегі шыққан этнолингвистикалық бірлік. Келесі мысалда шығады жұрттық үйден, қисық түтін деген мысалда жұрттық үй жоқшылық пен қисық түтін тұрмыс күйзелістің көрінісінің белгісі. Концептуалдық талдауды біз екінші бөлімде өлең, өмір, махаббат, батыр, дала, құлстық, бақыт, жаман мен жақсы концептілерін талдау барысында қолдандық. Екінші бөлімде 298 мысал жинақталды. Атап айтатын болсақ, 54 фрейм, 52 ассоциация, 20 скрипт, 38 ой сурет, 38 теоретик, 44 символ, 7 схема, 45 мақал материалдер. Қара таудың басынан кеме қалқып, кемеде екі адам отыр шалқып, біреуі сен, біреуі мен дегенде көзімен мөлтілдеп жасын тамып. Осы өлең жолдарынан өлең концептісінің барлық қабаттарын қамтитын мәтін екенін байқаймыз. Біріншіден өлең бейнелі символ Қаратау мен кеме қолданылады. Қаратау ауыр ойдың тағдырдың белгісі болса, оның басында жүзіп жүрген кеме шындық шеңберінен тыс арманның бейнесі. Бұл өлеңнің концептуалды теңістігін құрайтын образдық жүйенің бір бөлігі. Екіншіден біреуі сен, біреуі мен деген жолда лирикалық типтердің мені мен сені арасындағы сезімдік байланыс, адами қарым-қатынас көрініс табады. Мұнда эмоциялық бояу басым, ақын өз сезімін жалпы халықтық дүниетаным арқылы жеткізеді. Үшінші соңғы жолында көзінен мөлтілдеп жасын тамып, өлең концептісінің эмоциялық және физиологиялық көрінісі, жас ішкі күйдің сыртқы формасы, өлең сол күйдің көркем тілмен көрінісі. Келесі мысалда жан асығы фрейміне мысал келтіріп кетсек, жан асығы жарамды өлең екен, жеңе алмайсың сорайған денеңменен,
жеңе алмайсың соқтырсам қара дауыл, талмасы ұстап талайдың селеңдеген. Таусылмас айға берсем қара өлеңім, жететін талай тойға бар өлеңім, жабырқаған жандарды жадыратқан, дертін жазған талайдың дәрі өлеңім. Өлеңнің басқа өнер түрінен айырмашылығы адамның жан дүниесі мен ой санасына үлкен әсер ете алатындығы. Автор осы қасиетті өлеңнің сөз тармақтарында бірінші жан азығы фрейм арқылы түсіндірілген, қара дауыл сұрайған денеме түсініктері қолдану арқылы өлеңнің салмақтығын қомақты қылдырған, жеңе алмайсың қайталауы арқылы оқырманның назарын өлеңнің мықтылығы мен құдіретінің күштілігіне аударғызады. Дертін жазған талайдың дәр өлеңім атты тіркес өлеңнің шипаға ем, жанға дауа екенінің дәлелі. Өлең концепциясын талдай келе біз мынандай нәтижеге келдік. Өлең концепциясының мәдени коннотациясы ақын, халық үні, өлең рухтың үні, өлең тәрбие құралы, өлең мәңгілік, өлең домбыра, өлең жүрек, өлең сезім, өлең шынайылық. Өлең концепциясының концептілік коннотациясы, өлең халық жағындағы тарих, өлең ырғаққа негізделген сөз өнері, өлең сөздің тиесі, өлең жан сыры, өлең жел сөз, өлең сылқым соққан, өлең өнер, өлең ой көсем, өлең тіл шешен, өлең жан азығы, өлең қымбат, өлең қызық. Қазақ халқы үшін өлең жай ғана әдеби жанр емес, тұтас бір дүниетанымдық жүйе, ұлттық рух пен мәдениеттің айнасы. Өлең қазақ өмірінде тек көркем сөз ретінде емес, рухани тәрбие, тарихи сана, әлеуметтік қатынас құралы ретінде қалыптасты. Қазақ халқының сан ғасырлар ауыз әдебиеті мен жазба мұраларында өлеңнің алатын орны ерекше. Өлең арқылы халық өз тарихын жырлады, салт дәстүрін бекітті, мұңын айтып қуанышын бөлісті, жас ұрпақты тәрбиеледі. Өлең концепциясының ерекшелігі оның функционалдық көп қырлылығында. Қазақ поэзиясы көбіне ауызша айтылып, жатталып, ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған. Осы себепті өлең тек көркем сөз емес, ұлттық мәдени код ретінде өмір сүрді. Қорытындылай келе, жұмысқа негіз болып, өлең концепциясына байланысты слайдта көрсетілген когнитивтік модель анықтадық. Когнитивтік модельді көрсетсеңіз, бұл жерде жаңа айтып кеткендей ассоциация жиналды, ассоциациялар, одан кейін фреймдер, тілдік бірліктер, мақаматеттер және солардың мағыналары жанда ашық көрсетілген, мағыналары көрсетілген. Мысалы, жел сөз дегеніміз жел сөз жай ғана айтылатын сөз емес, ол адам өлең айтқан кезінде белгілі бір ұғыммен айтылатын сөз екені. Келесі жел сөз, өлең дарын дегенде өлеңді жай ғана сөз тарататын қатарына жатқызуға болмайтынын негіздейді. Өлеңнің мән-мағынасы мен мазмұн бірлігі дарын ұғымымен байланыстырылады. Келесі өлең сылқым соққар дегендей өлеңнің бұл жерде әртүрлі кейіптеніп қолға алатын қасиетін аңғартады. Осы қасиет арқылы өлеңнің кейде соққан, кейде жақсы, кейде жаман бола алатыны көрсетіледі. Өлең сылқым фреймдік бірлік ретінде де қарастырылды. Осы шумақтар арқылы өлеңнің әртүрлі кейіптенетіні және жақсы да, жаман да бола алатыны баяндалған. Қорыта келе, жұмысқа негіз болатын теориялық әдістемелік қағидаларды айқындау және зерттеу барысында шүйінген теориялық тұжырымдары негізделді. Қазақ халқы лирикасының жанрлық табиғаты сараланды. Қазақ халқы лирикасының көркемдік қырын айқындайтын көркем құралдарының қызметі көрсетілді. Қазақ халқы лирикасында көрініс тапқан өмір, өлең, махаббат, метафизикалық концептерді құрайтын тілдік таңбалар мен бірліктер айқындалды. Ақиқат дүние бейнесін танысатын дала, туыстық, батыр концептерінің тілдік құралдар арқылы берілу жолдары анықталды. Қазақ халқы лирикасындағы бақыт концепциясының танымдық сипаты зерттелді. Қазақ халқы лирикасындағы жақсы, жаман концепциясы
стилистика және тіл мәдениеті салаларына байланысты кеңестерге ғылыми теориялық негіз бола алады. Назарларыңызға рахмет. Приятно. Диссертациялық жұмыстың мазмұны бойынша диссертант негізгі баяндамасын аяқтады. Диссертациялық кеңестің практикалық уақытша мүшелері енді талқылау бөліміне мүшейіп белсенді болуларын сұраған диссертацияның мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болса, сөйлесіп бар. Мен Тыныштық Нұрдәулетқызы, мен бір сұрақ қойсам. Алла Васильевна, қозғалыңыз. Айнұр Төлегенова, жаңа өзіңіз айттыңыз, мынау қазақ фольклорындағы жақсы мен жаман ұғымдары ол тек қана моральдық категория емес, сонымен қатар оның көркемдік құрылымының негізгі өзегі екені белгілі. Мынау сіздің диссертацияңызда мынау осы қазақ фольклорындағы жақсы мен жаман ұғымдарының көркемдік қызметі қандай? Соны айтып өтсеңіз. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Жақсы мен жаман концептісі қара өлеңдер, тарихи өлеңдер, ән өлеңдерде көбінесе кейіпкердің бейнелеуде, кейіпкердің жақсы және жаман қасиеттерін бейнелеуде осы жаман мен жақсы концептілері ұтымды қолданылды. Мысалы, жақсы адамға адалдық, адамгершілік, ерлік, батырлық деген жақсы жақтарында кейіпкерді сипаттап жатса, екінші оған параллельді жаман жақтары әділсіздік, сатқындық, қорқақтық деген осындай ұғымдар қолданылған. Болдыңыз ба? Алла Васильевна, қанаттадыңыз ба? Жақсы. Рахмет. Тағы басқа сұрақтарыңыз? Жалпы сіз жұмысыңызда Айнұр Төлегенова концептіні кешенді құрылым ретінде қарастырасыз. Жалпы бұл қазақ лирикасының дәстүрлі әдеби талдауда қандай өзгеше болады, қалай анықтайсыз екенін айырмашылығы. Екінші сұрақ. Жұмысыңыздың нәтижелері білім беру жүйесінде қолданудың нақты жолдарын көрсетіп берсеңіз. Жалпы кез келген жаңалық, кез келген қарастырылып жатқан жаңа дүниелердің бәрі білім жүйесіне өз үлесін қосу керек қой. Ал сіздің жұмысыңыздың үлесін білмейміз. Біздің жұмысымыздың концептілерін дәстүрлі талдаудың айырмашылығы не? Дәстүрлі талдаудың айырмашылығы жаңа өзім болат айтқанда біздің жұмысымыз әдебиет, фольклортану және когнитивтік лингвистика тұрғысында қарастырдық. Және ұлт, таным, тіл үш бірлігінде талданған жұмыс. Бұнда концептілер талданған жұмыс және бұнда фольклор тіліндегі қара өлеңдер, ән өлеңдер, тарихи өлеңдер талданған кезінде біз бұнда әр концептіні талдағанда әр концепттерге когнитивтік модель құру арқылы ерекшеленді жұмысымыз. Екінші сұрағымыз, бұл жұмыс жоғары оқу орындарында, әрине жоғары оқу орындарында жаңағы когнитивтік лингвистика салаларында әдебиеттану, фольклортануға шоқтал ретінде қолдануға болады. Мысалдар өте көп жинақталған, жаңа өзім айтқандай 530 мысал, жалпы 530 мысал жинақталды. Сол әр мысалға концепт мысалдауда жасалынды және ұлттық мәдени коннотациялары белгіленіп, әр мысалға анықтама берілді. Және ол студенттерге өте жақсы шоқтал болады деп үміттенемін. Жалпы сіздің жауабыңыз бойынша тек жоғары оқу орнында ғана ма? Мектепте де қолдануға болады. Мектепте де қолдануға болады, әдебиет сабақтарында және колледжде
жолдармен бәрі мектеп қабырғасынан басталды. Мектеп бағдарламаларына студенттер арнайы кіргізіліп жатыр ғой, енгізіліп жатыр. Сондықтан мектеп бағдарламасында да қолдануға болатын мынау жақсы концептілер бар. Осы концепті қолдануға қосылып жүргенде оқушының мындайдан бір пайдалануға болады деп көруге болатын шығар, иә? Жақсы тағы қысқа сұрақтар қолданады. Сіз өзіңіздің жұмысыңызда өмір концептісін бересіз, өмір ұғымын аласыз. Осы өмір ұғымының концептуалдануы қалай жүреді соны өмір адам санасына тек физикалық тіршілік емес, рухани, әлеуметтік, эмоционалдық кеңістік ретінде қалыптасады. Осы жаңа рухани, әлеуметтік және эмоционалдық кеңістік арқылы концептуалды ұғым құрып айтқанымыз. енді екі сұрағым бар туыстық концептісінің ер балдағы жолдарымен көрсетері қандай? Екінші сұрағым. Үшінші сұрағым, туыстық ұғым мен концептілері қандай мәдени әлеуметтік факторларға негізделген? Журналистерді рахмет мына сұрағыңызға. Туыстық концептісінің веб бағдарламаларымен тілдер көмесінше қандай? Бұл концепт, туыстық концепт тілде нақты атаулар, фразеологизмдер, метафора, морфологиялар арқылы жүзеге асады. Мысалы, ағам барда жағаласпайсың, інім барда алаңдамайсың деген мақал туыстық мәнін ашады. Екінші сұрағымызға қазақ тіліндегі туыстық ұғымдар мен концептілерді жаңа мәдени әлеуметтік қазақ қоғамындағы рулық құрылым, дәстүрлі отбасы моделі, үлкенге құрмет, кішіге ізет, ата-баба культі сияқты факторлар туыстық концептісінің мәнін қалыптастырып жатыр. Олардарыңыз ба? Мен жақсы беруін былай Айнұр Төлегенова, сіз жұмысыңыздың негізгі мақсаты қазақ халқы лирикасының поэтикалық ерекшеліктерін айтуға дұрыс қойғансыз. Ал енді осында мынау поэтикалық ерекшеліктерін айқындауда поэтикалық символдар туралы не айтарыңыз? Жұмысымызда поэтика, лирика, қазақ лирикасы programmadan кейін символдар өте көп кездеседі. Мысалы, мына Қаратаудың жаңа мысалға келтірсек, Қаратаудың өзі қалың ой деп тербеді. Бір мысал келтіріп кетсем, мысалы, жолдасым жалғыз қайың қара орманда жар жайлау күн кешкенде жолдасым қайың гүлдеу оймен арман сайратқа салғандайды мысалға келгенде бұл өлеңдерде мысалы қара орман деген қалың ойды білдіреді, жар жайлау деген еркіндікті білдіреді, қызыл гүл деген қызыл гүл ой арман деген үмітті болашаққа деген үмітті білдіреді, және қайың, қызыл гүл, сандал сияқты табиғат образдары осы символдық қабаттарды ашады деп ойлаймын. Осындай мысалға байланысты символдық қабаттарды ойлаймын, сондағы символдық қабаттарды ашатын мысалдар өте кездеседі. Сәулебай Мырзаева. Микрофоныңыз қосылшы, қазір жасамай қалады.
өйткені біз жұмысымызда әдебиет фольклордың міне тіл тұрғысында өлеңдерде енді лирикалық жалпылама болғандықтан халық лирикасы болғандықтан біз әңгімелерді де қостық. Әңгімелерді біраз талдауға жүргізілді және бұл талдау және өзінің таным тіл негізінде үш түрінде қарастырдық. Дауыс жоғалып кетті. Сәуле, конверсация. Микрофоныңыз қосып сөйлесеңіз, иә. қазақ әдебиетіндегі ең көне ескерткіштердің бірі қара өлеңдерді жазасыз да осыған қандай ғылыми жұмыстар істегеніңіз болды. Осылай қара өлеңдерде бізде зерттеуші ғалымдар зерттеу барысында біз Шоқан Уәлихан, Байтұрсынұлы, Ершин, Сиганин, Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Кенжебаев, Ақсүйетовтің, Сейітов Қабасовтың және Бағатовтың еңбектеріне сүйендік. Осы ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, сондай тұжырымдамаларын қарап, сондай тұжырымдар жасадық. Сол ғалымдар осылай деп айтқанда, ол ғалымдар олай деп айтпаған, сол ғалымдардың еңбектеріне сүйендік. Осы жерден енді жақсы. Қара өлең деген атында тұр ма? Ең байырғы. Жарайды, жетекшілерге сіздерге сөз беріледі. Бұл докторантқа қойылып жатқан сұрақ. Сондықтан, басқа сұрақ бар ма? Ерлан, басқа сұрақ бар ма? Сіздердің барысында осы қара өлеңдер, фольклор өлеңдер жанр тұрғысынан зерттелу кеңінен дамып келе жатыр деп жазыпсыз. Және сіз осында қаншалықты ары қарай зерттеп қарастырдыңыз? қара өлеңдерді кеңше дамып келе жатыр деген пікірлер ғалымдардың пікірлеріне тоғыса келіп, ғалымдардың пікірлеріне негізделе келіп, осылай түйін жасалды. Негізінен жұмысымызда біз қара өлеңдерді тілдік жағынан қарастырдық. Тілдік жағынан дегенде көбінесе концептілік талдаулар жүргізілді. Тілдік бірліктерге талдау жасалынды. Ерлан Мырза, аман жазылады. Bir сұрақ қойып Айнұр Төлегенқызы. Мына қазақ халық лирикасының танымдық жүйесі деген бөлімде жақсы бір концерттерге жақсы қолдаулар бар екен жұмысымызда. Мына әсіресе көп талдағанымыз өмір концепциясы екен. Мына метафизикалық концептердің көрінісі деп аласыз, өмір концепциясын талдайсыз. Мына екінші бөлімде, өмір концепциясы, екісінде эмоционалды концепттер талдапсыз. Осы екеуінің арасында байланыс бар ма? Әлде екеуі бір-біріне қауыспайтын бөлек екеуінің арасында байланыс бар. Өмір концепциясы талдаған кезінде онда эмоциямен тығыз байланысты өмір концепциясы. Өйткені адам ішіндегі шаттық, үміт, өкініш, күрес сияқты сезім
жер осы филология арқылы береді, сондықтан екеуінің арасында қарым-қатынас деп ойлайсыз. Жарайды, жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Онлайн қатысып отырған әріптестер, сіздерде сұрақ бар ма? Егер басқасы жеткілікті болды ма? Жарайды, олай болатын болса, сұрақ жеткілікті де жауап, олай болса отырыңыз. Рахмет, енді сөйлемеңізді мәжілісіміздің келесі кезеңіне көшейік. Олай болатын болса, сөзді отандық диссертанттың отандық кеңесшісі Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Әбсәдік Алмасбек Ахметовичке берейін. Қайырлы күн, құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы, кеңес мүшелері, қатысушы ағайындар. Бүгінгі талқыланып отырған диссертациялық жұмыстың ғылыми жетекшілік бір-екі ауыз лебізін білдіруге рұқсат етуіңізді сұраймын. Болғанда дүние есігін аша білем, өлеңмен жер қойнына кірер денем деп жырлаған Хакім Абайдың жыр жолдары қара өлеңнің тұрмыс тіршілікте алатын орнын дөп әрі дәл басып көрсетеді. Диссертациялық жұмыста халық лирикасы және қара өлең деген сөз бір-бірінен синонимдік тұрғыда алынып және бір-бірінің баламасы ретінде беріліп отырады. Ақынмын деп қалайша мақтанатын, халықтың өз айтқанын қайталады. Көпі киген қазақтың қара өлеңін шетпет жауып өзіне қайтарамын. Бұл атақты ақын Мұқағали Мақатаевтың жыр жолдары. Мұнда халық лирикасының рухани болмысымыздағы бағасы мен бәсіне поэтикалық өрнек арқылы берілген сипаттама деп тануға болады. Еменнің көзін қара көміріндей, мылтықтың бойын сұңғақ теміріндей, жақсыменен бір көтіскен сүтті сірім, жаманның болар бүкіл өміріндей. Бұл қара өлеңнің санынан қара өлеңнің бір ғана үлгісі. Міне осындай терең танымдық мазмұны бар рухани қазынамызды сонау 19 ғасырдың орта шегінен Шоқан Уәлихан сынды қазақ зерттеушілері назар аударған болатын. Одан кейін 20 ғасырдың басында қазақ тілінің негізін қалаған, қазақ әдебиет теориясының негізін қалған ірі ғалым үлкен ағартушы Ахмет Байтұрсынұлы да бұл қара өлеңге ерекше тоқталып өткен. Өзінің әдебиеттанушылық еңбегінде сол таным біздің көптеген фольклортанушыларымыздың, тілші ғалымдарымыздың назарына ілініп келе жатыр. Сол жол бұның соның бір кішкене бір арасы, соның кішкене бір жалғасы деп тануға болады. Осы көптеген зерттеушілердің назарын аударған қара өлең табиғатын филологиялық тұрғыдан, яғни әдебиет пен фольклор лингвистикалық таным тұрғысынан, басқаша сөзбен айтқанда қос ғылымның тоғысында зерттеу халық қазынасын таусылмас таусарлығынан нәрлі, құнарлы білім алу болып табылатыны сөзсіз. Бүгін осындай мәселелер бүгінгі ғылыми пайымдар тұрғысынан зейін аударып, зерде безбеніне салып отырған диссертациялық еңбектің бірі Испангерова Айгүл Төлегенқызының қазақ халық лирикасының лирико-фольклортану аспектісі атты зерттеуі. Зерттеу ғылыми жетекші ретінде мен осы зерттеудің мән мағынасын жазбаша түрде дайындағанмын. Егер оның бәрі толық оқып беру керек болса, оқып беруге дайынмын. Ал егер қорытындылар түйіндей болса, бұл еңбек жаңағы айтып өткендей әдебиет пен лингвистика ғылымының тоғысында зерттеліп отырған нәрсе. Біздің ғылымда ғылым өзі бір даму деңгейіне көтерілген уақытта бөлінеді.
тілшілер өз бағытын бекітеді, әдебиетшілер, фольклоршылар өз бағытын бекітеді. Бірақ ғылым өзінің бір дамыған деңгейіне көтерілген уақытта сол қайттан бірігу, қайттан тоғысу процесі жүретін секілді. Сондықтан осы қазіргі өмірімізде болып жатқан үлкен ізденістер, фольклорда бабалар сөз атты 100 томдық еңбек шықты. Мынау лингвистика танымында когнитивтік лингвистика деген бағыт арнайы кеште болса қазақ тіліне келіп, бірақ жемісті өзінің зерттеулерін жүргізіп жатқан бәрімізге мәлім. Сондықтан сол бір тоғыста, сол бір екі арнаның басын біріктіргенде зерттеудің қалай жүретіндігін осы зерттеу арқылы бағамдауға болады. Себебі Ахмет Байтұрсыновтың айтатын сөзі бар, халық әдебиеті, халық тілі бұл халықтың өзінің айтқан нәрсесімен жүрмесе, басқа жолға түссе адасатын, немесе тілшілердің сөзін айтаса, басқа сөздер қосылып бөлінетін кез болады дейді. Осы біз мынау талай ғалымдардың еңбегіне арқау болған атақты біздің фольклоршыларымыз Шоқан Уәлихан Тұрбай болған кезде бергі замандағы Уақаптың, Қасқарбастың, сонымен қатар тілші ғалымдар Уәлиевтің, Маникеева, Рабиға Сыздық апайларымыздың зерттеулеріндегі білімдегі осы диссертациялық жұмыста магистрлік диссертант өзінің еңбегіне жемісті түрде пайдалана білді деп ғылыми жетекші ретінде толық айта аламын. Сондықтан сіздердің назарларыңызға осы диссертацияның жұмысын жазу деңгейі жоғары, әдебиет пен фольклордың және лингвистикалық тіл білімінің мәселелерін тоғыстыра қарастырған еңбек ретінде тыңнан ұсынылған жұмыс екендігін баяндадым. Рахмет. Алмасбек Ахметұлы жазбаша пікірі 10 жетекшінің алдын ала келіп диссертациялық кеңеске түсті. Өткен жолы 10 семинардан өткен кезде де бұл кісі өзінің пікірін айтқан. Диссертантпен қалай жұмыс істегені жөнінде және бұның бәрі университеттің сайтында тұр, егер де толық танысамын дейтін болсаңыздар. Рахмет. Әрі келесі сөзді екінші отандық кеңесші Жантас Алтаевичке берейік. Бұл еңбекті мен лингва фольклортану еңбек деп есептеймін. Енді лингва фольклортану жүйесінде бұл тілдік аймақтан фольклор кеңістігіне шығуымен ерекшеленді. Мынау Айна Төлегенова сол жолды лингва фольклортанудың пәнаралық сипатын, соның әдістемесін дұрыс пайдаланған. Бірінші бөлімде тағы да байланыс кетті. Жантас Алтаевич, байланыс тұрақсыз болып тұрып, сіздің пікіріңіздің не болсын, қай жерін айтқанымды өзімдігіме алып. Мен негізі ортасын кеп қалдым. Енді байланышқа шығарып, шуңа көре жұрны бәлкі сыңырақ есарман. Жарайды, жақсы. Нашар байланыш үзіліп жатыр, байланыс нашар болып жатыр. Қорытындысын айтсаңыз, қазір ортасында ғалым қанша екеуміз жеткіземіз сіздің пікіріңіз қолыңызда тұр. Негізі жазбаша пікірім бар ғой сіздерде? Иә, бар. Бұл енді жаңа біз айтып жатырмыз, солардың барлығы жатқаны рас. Тек осы бұрын лингва фольклортанудың зерттеу екенін айтты, қалғанын айтты. Жалпы белгілі нәтижелері бар, жұмыс істеп санап, қорғап. Жақсы, рахмет. Жантас Алтаевич өзінің пікірінде мынау лингва фольклортану саласының
осы ерекше бағыт екенін фольклордың зерттеумен байланысты еншілес бағыт және зерттеу әдісінде тілдік аяқтан фольклор кеңістігіне шығу жолымен ерекшеленетін бір айрықша бағыт ретінде атап көрсетеді. Расында да Жандос Алтаевичтің екі жетекшісі ғалымның докторантымыздың осы саламен айналысып жүрген белгілі ғалымдар. Әрі қарай Жандос Алтаевич өзі жаңағы бірінші бөлімдегі диссертантының қол жеткізген жетістіктерін, екінші бөлімде қол жеткізген жетістіктерін баяндай келіп, соңында Исмангерова Айман Төлегеннің қазақ халық лирикасының еңбек фольклордағы аспекті тақырыбындағы PhD доктор ғылыми дәрежесін алу үшін арналған диссертациясы аяқталған, тиісті нәтижелер алынған, зерттеу деп санаймын, жұмысты қорғауға ұсынуға болады деп оң пікір берген. Рахмет, Жандос Алтаевич. Олай болатын болса, біз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Егер мынау онлайн байланыста кішкене осындай техникалық кедергілер болып тұрады, оны дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Жалпы Жандос Алтаевтың пікірі университет сайтында ілулі тұр. Докторанттың диссертациясымен бірге барлық ғылыми кеңесшінің. Егер де толығырақ танысамын дейтін болсаңыздар, содан қарап танысып алсаңыздар болады. Жарайды, әрі қарай жұмысымызды жалғастырайық. Енді келесі сөзді докторанттың шетелдік ғылыми жетекшісі Галимуллина Гүлшат Раисовнаға сөз берейін. Гүлшат Раисовна, слово. Консультация Совета диссертации Совета ағзалары мен енді Айна Респондияның жетекшісі саналып, өзінің орыс тілінде жазылған отзывқа бәрілеріне көшкенше бір-екі видеосында екібекесінің тілі. Айнұр тілеген қызы тілерден шақты еллар ішлейбіз, бірге аралашамыз. Және ниһаят бұл шошудың матур диссертациясын біздің итибарға тәбдим ете, һәм ақырда қайырды бұлар деген үмітпен қойлар. Әйінді қазір өзімнің бәйелемені отзывны орыс тілінде бітірге рұқсат етеміз. Рұқсат. Докторская диссертация «Лингво-фольклористический аспект казахской народной лирики» состоит из введений, подразделов, заключений. В принципе, это традиционная структура диссертационных исследований. И в работе докторат руководствуется трудами ученых, сформировавших казахскую фольклорную науку, таких как Уалиханов, Каскарбасов, Зейденбек, Розакан и так далее. В первой части теоретическая часть рассматривается фольклористический характер казахской народной лирики. И в данном разделе приведен фольклористический анализ следующих тем сразу противопараллельно. Это исторические поэмы, этимология слова, как уже на преступлении говорила, типы параллельно, жанровые особенности и так далее. По работе проанализирует этимологию слов «чумни» и стиль на основе национального мировоззрения казахского народа. Установлено, что слово «чумни» обозначает понятие «старый», «древний» и «священный стих». В принципе, в многих тюркских языках. И она приходит к выводу, что параллель означает старое священство творения. Также определены здесь тематика, стилевые особенности текста параллельно. В работе определены языковые символы, языковые единицы, составляющие метафизические концепты, отраженные в казахской народной лирике, показанные когнитивная структура. И научная работа является проведением концептуального анализа языка казахской народной лирики. Проведен анализ отдельных концептов — это жизнь, счастье, сила, добро и зло, любовь, казахской народной лирики. Также в процессе концептуального анализа раскрывается значение концептов сравнения, схематических рисунок структур, проанализировано по работе, объясняется примерами естественства. Концептуальный анализ языка текста подтверждается доказательством того, что он служит для определения бытия и пути народа. В исследовательской работе особое внимание уделяется мнению ученых, которые считают, что понятие концепт является комплексной структурой, раскрытой в работе раскрытой лингвокультурной, психолингвистической и лингвокогнитивной значения казахской народной лирики, то есть комплексный подход в работе присутствует. Теоретическое значение исследования заключается в возможности использования его материала в разработке таких курсов, как когнитивная экономика, более практическая особенность, тем не менее, для разработки теоретических основ не только в казахском языке, но и в других тюркских языках.
данная работа имеет большое значение, а также практическая значимость, возможность использования в качестве вспомогательного материала на практических занятиях по предметам стилистики, языковая культура, лингвистический художественный текст, а также культурология. Работа, как мне кажется, логична по своей структуре, диссертация системы трудился по выбранному направлению. В процессе ее подготовки автор принимал участие в ряде международных конференциях с публикациями, а также проводила занятия по специальности в университете. Также хочу сказать, что она прошла стажировку в Казанском федеральном университете, и здесь она участвовала, посещала лекции, занятия, а также очень плодотворно работала в библиотеке. Несомненно, считаю, что работа соответствует требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, представленным на составе степени доктора PhD по специальности 8.1.02.301 казахской филологии. Естественно, рекомендуется к защите и желаю успешной защиты. Спасибо. Көп рахмет сізге. Мungkin bisa kalian meminta sini dengan шагалам. Я онлайн қатысуға бармауға. Сіз дауыс бермейсіз, вы не будете голосовать, поэтому вам большое спасибо. Рахмет. Жақсы, олай болатын болса біз үш жетекшінің де пікірін тыңдадық. Шөбе Карымға оң пікірін білдіріп отыр. Енді диссертациялық кеңес докторлық диссертацияны талқылау мәжілісінің келесі бөліміне өтейік. Бұл ресми рецензенттерге сөз береміз. Ресми рецензенттерде осы сала бойынша осы бұл тақырыптың ерекшелігіне сай әдебиеттану мен лингвистиканың ортасынан алынған бір ресми рецензентті әдебиеттанушы ғалым, бір ресми рецензентті тілші ғалым ретінде бекіткенбіз. Қазақ поэзиясының докторлық диссертация қорғаған академик Зейнолла ағамыздың шәкірті Ержанова Сәуле Баймұрзаевна, мынау Испандиярова Айна Төлегеновнаның бірінші ресми рецензенті болып бекітілген. Сондықтан сөзді Сәуле Баймұрзаевнаға берейік. Диссертациялық кеңес төрағасы, құрметті журналистер, енді протокол бойынша өзінің талаптары бар. Сол талаптары бойынша талдауымызды айтсақ, статусымызды критерийлер бойынша сіздерге ақпарат берсем. Қазақ филологиясы өнері бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін іздену үшін ұсынылған Испандиярова Айна Төлегеновнаның қазақ халық лирикасының лингвокультуралық аспектісі тақырыбында диссертациялық жұмысына пікірі. Бірінші критерий. Диссертация тақырыбының өкіміне ғылымның даму бағыттарына сәйкестігі, бағдарламаларға сәйкестігі. Диссертант Испандиярова Айна Төлегеновнаның қазақ халық лирикасының лингвокультуралық аспектісі тақырыбында зерттеу жұмысы Қазақстан Республикасы үкімет жанындағы жоғары ғылыми-техникалық комиссия дамуының басым бағыттарына сәйкес жүргізілген. Диссертация мемлекеттік бюджетмен қаржыландырылатын жобаның негізгі нысаналы бағдарламаның аясында орындалған. Бірінші, бюджеті 3 үлкен ғылыми құжаттарға сәйкес келеді. Бұл құжаттар осында дәлелденген жазылған. Диссертация басқа мемлекеттік бағдарлама аясында орындалған. Бағдарламаның атауы. Диссертацияда жұмыс гуманитарлық бағыт аясындағы мемлекет бюджетінен қаржыландырылған туған негізінде орындалған тұтастық. Диссертация Қазақстан үкіметі жанындағы жоғары ғылыми-техникалық университетте ғылым дамуының басым бағытына сәйкес ғылым көрсету. Әрине зерттеу жұмысы білім беру мен ғылымдық тіл саясатындағы ұлттық рухани жаңғыру мен бағдарламаға қатысты мемлекеттік бағдарламаға сәйкес келеді. Екінші, ғылымға маңыздылығы. Жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады. Диссертация тақырыбының өзектілігін зерттеу мазмұнында жан-жақты ашылу жұмысының ғылымда үлес қосуды көрсетеді. Қара өлең, тарихи өлең және ән өлеңдерін лингвотану аспектілер зерттеу бұл кешенді талдау
модельдеу, халықтың дүниетанымын құрылымын жүйелеу, кондицияны сипаттау тұрғысынан маңызды. Тақырыптың өзектілігі оның қазіргі когнитивтік лингвистика мен әдебиеттану, фольклортану ғылымдары тұрғысындағы жаңаша бағыттармен үйлесуінде ұлттық дүниетанымды дамытудағы практикалық маңыздылығы бар жатыр. Жұмыстың ұсынылған тұжырымдар мен пайымдаулар алынған нәтижелер қазақ халық ауызекі қазақ тіліндегі когнитивтіліктегі ғылыми теориялық ұстанымдарын айқындауға үлес қосады және фольклортану, когнитивтік лингвистика, стилистика және тіл мәдениеті салалары бойынша ізденістерге ғылыми теориялық негіз болады. Өзі жазу принципі. Испантайдың диссертациясы зерттеу жұмысы жоғары деңгейдегі дербестігін сипатталады. Біріншіден ғабалар сөзі, жүз томдығы тарихи өлеңдер, қара өлеңдер, ән өлеңдерін жинақталған өлеңдер, қазақ халық лирикасының политикасы, концептосферасы, концептілерді құрайтын тілдіктің балдар мен тарихтер зерттеу салаларының негіздерін және дербестігін оның ішінде ауыз өлеңдерінің фольклордың осы үштік түйсіндегі кеңістерін зерттеледі. Ұлттық таным мен сабақтастығын саралайды, сол арқылы халықтың өлкетанымын тануға, жол ашатындығы, әр концептінің талдағандығы, когнитивтік модельдер жасау кестелеріне де жаңа көрінеді. Ішкі бірлік принциптері, диссертация өзектілігінің негіздемесі, жұмыс өзекті толығымен негізделген, қара өлең ұжымдық, эмоционалдық код, тарихи өлең ұжымдық, тарихи жад, ән өлең ұжымдық, эмоционалдық музыкалық талдау тілдік бейнесін сақтап, дүниетанушылық асырады. Диссертант осыларды жұмыстың негіз болатын теориялық әдістемелік қағидаларды айқындау зерттеу барысында сүйенген теориялық тұжырымдарын негіздейді. Қазақ халық лирикасының жанрын тарихатын саралайды, қазақ халық лирикасының қара өлеңдерін, тарихи поэтикалық құрылымын талдайды, қазақ халық лирикасындағы концептілерді айқындайтын негіздер бейне символдарды сипаттайды, ақиқат дүние бейнесін танытады. Осы жерде таныс жолдар, достық, концептерін жолдар арқылы берді жолдарын айқындайды. 4.2. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Қазақ халық лирикасының фольклордан аспект тақырыбындағы диссертациясы екі бөлімнен қорытынды фольклордан әдебиет сөзінен тұратын құрылым зерттеу жұмысының мазмұны негізінен тақырыпқа сәйкес. Диссертацияда қазақ халық лирикасындағы халықтың ментальдік кеңістігін танытатын күш құралдарын еткен метафора гиперположительный талдау жасалған. Екінші бөлімде қазақ халық лирикасының қазақ тілінің лингвокогнитивтік кеңістігіндегі функциясы қарастырылады. Қазақ халық лирика метафизикалық, қазақ халық лирика метафизикалық, эмоционалды, ұлттық мәдени контраст концептілердің құрылымын талдап, әртүрлі тілді құралдар мен көркем эстетикалық негізде бақылаудан зерттеушінің негізгі сценарийі қазақ халық лирикасы алынған. Қазақ халық лирикасындағы концепттер халықтың өмір тәжірибесін, салт-дәстүрін, болмысын зерттеуінен көрсетілген және оларға тұлғалық және ұжымдық санада дүние бейнесінің тақпалығы ерекшелігімен тілдік көріністі ажыратылғандығы бекітіледі. Екінші бөлімде бірнеше ғалымдардың шетелдік ғалымдардың бірнеше ғалымдардың орыс шетелдік ғалымдармен бірге қазақ ғалымдарының есімдері записанделеді. 4.3. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Қазақ халық лирикасы және оның тілін зерттеу барысын талдау нәтижесі диссертациялық жұмыстың мақсаты мен жүзеге асырушы міндеттерінің диссертация тақырыбына толық сәйкес келетінін көрсетеді. Диссертациялық жұмыста халық лирикасына дұрыс тапқан өмір, өлең, махаббат мен метафизикалық концептілерді құрайтын тілдік таңбалар мен бөліктерді айқындайды. Ақиқат дүние бейнесін танытатын дала, туыстық, батыр концептілерді тілдік құралдарды беру жолдарын ашады. Қазақ халық лирикасындағы жақсы мен жаман концепциясының мәнін ашу үшін контрастты талдау жүргізу диссертацияның тақырыбына сәйкес келеді. 4.4. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы логикалық байланысқан. Диссертация мазмұны сипатталған екі бөлім және олардың құрылымын ашатын бөлімшелер жұмыс мақсатына сәйкес өзара логикалық жүйеде байланысқан. Әр бөлімнің соңында талқылау нәтижелері түйіндерін отырады. Зерттеу барысында қол жеткен ғылыми нәтижелер тақырыпқа қатысты келтірілген ғылыми талдамалық белгілер ізденушінің диссертацияға жасаған түйіні мен қорытындысымен сабақтасады. 4.5. Автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер. Ізденуші қара өлең, ән өлең, тарихи өлең ұғымдарын тіл, таным күштігінің аясында қарастырып, оларда фольклортану, когнитивтік лингвистика және әдебиеттану ғылымдарының тұрғысында зерттеледі. Қазақ халық лирикасының тілін кешенді талдау арқылы когнитивтік модельдеу, халықтың дүниетанымын құрылымын жүйелеу,
конституцияны сипаттау тұрғысынан маңыздылығын көрсетеді. Автор бірнеше қазақ ғалымдарының принциптеріне сүйеніп зерделейді. Әрине, автор қазақ лирикасының танымдық принциптерінде атап өтеді. Концепт арқылы, фреймдік ұйымдастыру арқылы талдауда символды айқындау сияқты мәселеде бірнеше мысалдарды нақты көрсетеді. Бес ғылыми жаңашылдық принципі. Диссертация нәтижелерінің қағидаттары жаңа болып табылады. Біріншіден, концепт болған кешенді ғылыммен танылып отырған қазақ музыкалық лирикасы мәдениеті, лингвокогнитивті ерекшеліктері көрсетеді. Қазақ фольклорында қарамай тарихи жанрының поэтикасы тақырыптық композициялық бағыттағы шешімдерді қарастырады. Қазақ халық лирикасындағы өлең концепциялық лингвофольклорологиялары алғаш рет қарастырылды. Автор зерттеу барысында өлең концепциясын бойынша бірнеше мысалдарды келтіріп кестелер мен өсімдіктер бар ішінде. Қазақ халық лирикасында көрініс тапқан өмір, махаббат, адам туыстық сияқты тақырыптар айқындалып зерттеледі. Қазақ халық лирикасындағы жақсы және жаман концепциясымен талдау жүргізіледі. Әр концепттің мәдени жасалуы, этностың орталықтарын өзіне жатқан ментальді жүйесі алуда күйлер, әр халықтың ұлттық дамытқан ассоциация, клейм, стереотип, символ, скрипт, ойсыз сценарий және схемалық құрылымдар мақал мәтелдер алынған. Диссертацияның қорытындылары жаңалық табылған. Ізденуші тарапынан жүргізілген ғылыми зерттеу жұмысы барысында теориялық және практикалық маңызды бірнеше қорытынды жасалынады. Бірінші қорытынды жаңа болып табылады. Жоғарыдағы немесе ауыз айтпайтын өлеңдер, қарым-өлең, хабар, мәнерлеу ойындары, таным, күшпенді кластар, миссия, танымдылар байланысы, педагог болмысын танытуға байланысты лингвистикалық тағы басқа зерттеулер бөлісін. Фольклор шығармалары ұлттың таным үлгілері үштік зерттеулері қазақ тілінде жаңарған үлес қосып, дәстүрлі поэзияның жаңа ғылыми парадигма тұрғысында пайымдауға жол ашады. Екінші қорытынды лингвофольклор танымдық зерттеу фольклор мәтіндердің құрылымының поэтикалық тілінің образын танымдық саралау арқылы ұлттық танымдауға жол ашады. Және де осы бес қорытынды жасайды. Халық ауыз айтпайтын өлеңдері, қарым-өлең, тарихи әңгімелердің этнос болмысымен байланысының лирикалық ерекшелігін, фольклорлық сипатын, танымдық жүйесін талдау көрсетуші қазақ халқының мәдени дүниесін көрсетуге тырысады. Бесте үш техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және енгізілген бар критерий. Диссертациялық жұмыс мазмұны, роман-өлеңнің дамуы, экономикалық, технологиялық немесе басқару шешімдерінің толығымен саналады, жаңа деп саналады және негізінен салыстырмалы талдау, сипаттама, концептуалдық талдау, жинақтау және де оны түсіндіру, нақтылау, қорыту әдістері келтіріледі. Алтыншы, негізгі қорытындылардың негіздері заманауи лингвистиканың жаңа бағыттарын сипаттайтын жан-жақты әдістемелік негіз тақырыптық жұмыс мазмұнында мақсаты мен міндеттері арқылы ашылуы мол беттерге сүйеніп, кешенді талдау, конституттық материалын құруға тоқталып жаңа авторлар естіміз зерттеушілік бірнеше мәтіндерді алып талданатын айтылды. Екінші, қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Әр қағидат бойынша келесі сұрақтарға жауап беріледі. Оның ішінде бірнеше сұрақтар бар. Диссертацияда қорғауға алып ұсынылған үшінші көшірі қаралған тәртібі және әңгіме қазақ халқының ментальді тарихи жағынан когнитивтік тұрғыдағы поэтикалық мәдени тәрбиелеуін жетілдіру жеткілікті жоқ тривиалды біз жетілдіру жаңа жетілдіру екінші көшірі қазақ халық лирикасында концепті ұлттық болмысының танымы эмоцияның репрезентациясы жетілдіру дәлелденген жеткілікті жоқ тривиалды емес жетілдірушілер жаңа жетілдіру мақалада дәлелденген. Үшінші тұжырымда дәлелденген мұрағымыздың үлгідегі сараптауға ие. Төртінші тұжырым фольклорлық мәтіндер рухани мәдени топтарын сақтайды және ұрпаққа жеткізілуге дәлелденген тривиалды емес жаңа мақалаларда жарияланған мақалаларында мұндай көрініс тапқан. Бесінші тұжырым лингвотаным тәсіл. Халық мұрасын танымдағы заманауи әдебиет жүйесін тривиалды емес жаңа мақалаларда ол да дәлелденген отыр.
сегіз дәйектілік принципі директивдің ұсынылған ақпараттың дәйектілігі зерттеудің ғылыми әдістемесінің негізі когнитивтік лингвистика лексиканың правильный қосылу арқылы мәтінді тарататын мен өзгерістік тасқының орамын немесінде зерттеудің ғалымдардың тұжырымдарын көзделген. Дағдарыс немесінің жүйе антропологиялық және сабақтастық сияқты жалпы философиялық ғылыми негізінде біліктіліктерін ғылымдарды зерттеу қазақ халқының конституциясын дүниетаным және мәдени жағынан тиімді жою. Бұл әлеуметтікте жүргізілген зерттеулер ұлттық болмысты түсіну зерттеумен мәдениеттің сабақтастығын нақты дәлелдермен негізделген. 8-2 диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технология қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазақша заманауи алынған осы күнгі цифрлық қағидалар жақсы қолданылған. Сонымен қатар заманауи ғылыми зерттеулердің қазақша заманауи әдістемелерінде компьютерлік технологиялар өңдеу және интерпретациялар әдісі қолданылған. Зерттеу барысында жинақталған мәліметтер салыстырмалы талдау, сипаттама, қасиетін талдау, жиынтықтау және оны түсіндіру, бақылау, толықтыру сияқты моделдерді құру негізінде өңделген. 8-3 теориялық қорытындылар, модельдер талған өзара байланыстар және заңдылықтар, эксперимент зерттеулерінің дәлелдемелері туралы талап, яғни зерттеу барысында жасалған қорытындылар, модельдер тақырыптар анықталған заңдылықтар байланыстар, концепттік талдау әдісі зерттеулерінің дәлелденген дүниетанымның негізінде қалыптасқан өзі концептілерді когнитивтік тұрғыда моделдеумен расталған. 8-3 маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді және әлеуметтік әсерлемелер расталғанға дейін. Зерттеу жұмысында көптеген материалдар осы зерттеудің ғылыми жетістіктер тұрмыстағы мәліметтерде әлеуметтанымдық микроэлементарлық зерттеулердің жолдары сетіне жасалғанда расталған. 8-5 пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шоулар жергілікті әдебиеттер диссертацияда жүз әдебиеттерді қолданылған әрине фольклормен тілдің мәселелеріне байланысты соңғы заманауи әдебиеттерді алуға тырысады. 9 практикалық құндылық принципі тіл арқылы ұлт болмысын ашуға бағытталған қазақ тіліндегі антропозектік бағыттар, соның ішінде когнитивтік лингвистика, ұлттық үш тілі сияқты сабақтастырудың аясын кеңейтіп, тілдік біліктілігінің таңбаларының бір-бірінің айланасына тоқталуы, лингвомәдени, лингволингвистикалық ашуға өзіндік дискуссия. 9-2 диссертацияның практикалық бағыттары және алынған нәтижелері практикада қолдануға туралы талап. Алынған нәтижелермен ғылыми әдістемелік ұсыныстарды зерттеу нәтижелерін талдау жасалған белгілі модельдерді поэзиялық шығармаларға стилистикалық лингвистикалық қолдану жүйесі барысында қазақ халқының шығармаларына арналған курстарды өту барысында жоғары оқу орындарында әдебиет теориясы, қазақ халқы ауыз әдебиеті, мәдени лингвистикалық талдау, лингвистика, стилистика және діни мәдениеті сияқты курстарды өтуге арналған үшін қабылдады. Сондай-ақ радио басталған шет тілдердің практикалық ұсыныстар және жаңалықтар практикалық ұсыныстар санасында ұлт болмысын тіл арқылы сақтау, рухани мәдени құндылықтарды танымау, ұрпақтың өзіндік санасын қалыптастыруға, тұлғалық дамуына ықпал етуге маңызды. Шығармаларды біраз тіл сабақтастығында тіл таным күшті сабақтастығына қатыстырып, лингвологияда жоқ аспектіні зерттеу қажеттілікке шекті талдау жұмысына жалғайды. Жазу мен әдіс музыкасы сипаттайды. Испанияға жүргізілген қазақ халық лирикасының лингвологиялық аспектісі тақырыбындағы диссертациялық жұмысының жазу және рәсімдеу сапасы академиялық талапқа сай жоғары деп бағалаймыз. Философия докторы PhD диссертациясына қойылатын талапқа сай ғылыми стильді жатып, бас поэтикалық жол сақталған ғылыми әдістемелік жалған. Испандияға Аймыр Пелегенаның қазақ халық лирикасының лингвологиялық аспектісі тақырыбындағы диссертациясы 8.2 филология мамандығы бойынша PhD философия докторы академиялық дәрежесін алуға лайық деп санаймыз. Рахмет. Такое обязательное обязательно ситуациялық жұмыста нәтижесіне қарап жақсы қолдау жасап бергені үшін енді осы ресми рецензенттің
екі ресми рециденттік дабақ сосын барып докторантқа сөз берген. Жаңағы Сәулебай мырзаның айтқан пікірлерін тыңдап отырмыз. Сосын екі рецидент бойынша жауап бересіз жарайды. Келесі сөзді докторанттың диссертациялық жұмысы бойынша тағайындалған екінші ресми рецидентіміз Алаяқтың Қазақ педагогикалық университетінің ғылым профессорының атқарушы жас ғалым Бақытгүл Молдағалиева. және қатысып отырған ғалымдар, докторанттар. Бүгінгі 8.02.301 филология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін Спандиярова Нұртөбетованың қазақ халық лирикасының лингво-фольклор-танымдық аспектісі тақырыбында жазылған диссертациялық жұмысына ресми рецензент яғни жазбаша пікірімді ұстатсам кеңес пікіресі болады. Жақсы. Демек, бар жоғы 13 критерийлерді критерий бойынша қарап шығып, талдап бердік. Енді жұмысқа келер болсақ, диссертацияда критерийлерді келер болсақ, ғылымның даму бағыттары және мемлекеттік бағдарламаға сәйкесінде Спандиярова Нұртөбетованың даму қазақ халық лирикасының лингво-фольклор-танымдық аспектісі тақырыбында жұмысы, мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы, рухани жаңғыру ұлттық жобасы мемлекеттік бағдарламаға сәйкес келеді. Келесі осы бірінші критерийдің екіншісі диссертация Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы жобаларға ғылыми-техникалық комиссия бекіткен ғылымды дамытудың басым бағытына сәйкес келеді. Мәселен, осы жоғары ғылыми-техникалық комиссия бекіткен ғылым дамуының еркін зияткерлік әлеуеті, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер, экономия, лингвистика, әдебиеттану және фольклористика бағытына сәйкес келеді. Зерттеу яғни осы бағытқа сәйкес келеді. Келесі, ғылым үшін маңыздылығы. Жұмыс ғылымға негізгі үлес қосады және ұзын маңыздылық ашылған. Мәселен, ұлттық тіл мен мәдениеттің өзара байланысын жаңа қырынан зерттеуге когнитивтік лингвистика мен фольклор-танудың теориялық негіздерін толықтыра түседі. Зерттеуге дала, алу, бақыт, өлең секілді концепттердің этномәдени және когнитивтік мән айқындалып, халық дүниетанымының тілдік бейнесі жүйеленген. Жұмыстың ғылыми маңызы қазақ тілінің фонетикалық қабатын, ұлттық лексиканың фольклорлық қызметін, халықтық менталитетті бейнелейтін когнитивтік үлгілерді анықтауында. Нәтижелерінің сенімділігі ғылыми конференциялар мен семинарларда талқыланып, елеулі басылымдарда жариялануы көзделген. Сондықтан зерттеу қазақ тілінде когнитивтік және фольклортанымдық бағыттарының дамуына елеулі үлес қосты деп бағалауға болады. Оның өзі жазу деңгейі бойынша критерийді Спандиярова Нұртөбетованың диссертациялық жұмысын өзі жазу деңгейі жоғары. Зерттеу жұмыстарының тұжырымдары мен нәтижелері соңғы жылдарда жарияланған ғылыми еңбектеріндегі қағидаларға негізделіп, ізденушінің өзіндік ғылыми пікірлерімен қорытылған. Зерттелуі тиіс маңызды мәселелер дұрыс шешімін тапқан. Диссертанттың өлең жинақы, ғылыми тұжырымдары жүйелі түрде баяндалған, ғылыми стильде жетік меңгерген, жарияланымдары мен диссертация мазмұнының толық жарияланымдары яғни диссертация мазмұнын толығымен қамтиды. Төртінші критерий бойынша бұл диссертацияның өзектілігі негіздемесі, яғни негізделген. Зерттеу тақырыбының өзектілігі қазақ тіл білімінде ұлттық болмысты тану, тіл мен мәдениеттің арақатынасы, фольклорлық мұралардың қазіргі қоғамдағы қызметін айқындау қажеттілігіне негізделген. Қара өлең, тарихи өлең және ән өлеңдері лингво-фольклортанымдық аспектіде зерттелу, этномәдени кодты ашуға, ұлттық конвенцияны сипаттауға, қазақ халқының рухани дүниетанымын танытуға мүмкіндік береді. Диссертация когнитивтік лингвистика, әдебиеттану және фольклористика ғылымдарының тұрғысындағы жаңашыл бағыттарға сәйкес келіп, дәстүрлі поэзияның жаңа ғылыми парадигмада пайымдауға үлесі бар. Яғни диссертацияның мазмұны диссертация тақырыбына айқындайды ма деген сұрақ критерий бар екен. Мұнда да
мазмұнына кіріспеден екі тараудан әр тараудың ішкі тармақшаларынан қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Зерттеудің тараулары өзара сабақтасып, ғылыми тұтастық сақталған. Әр бөлімде тақырыпқа қатысты өзекті мәселе жан-жақты талқыланған. Яғни бірінші тарауда қазақ халқының лирикасының жанрлық ерекшеліктері, композициялық құрылымы, тарихи өлеңдердің көркем, семантикалық және типологиялық сипаттамасы, сондай-ақ халық лирикасындағы бейнелілік пен поэтикалық образдардың көп қырлылығы қарастырылған. Бұл тарау қазақ халық лирикасының жанрлық табиғатын, көркемдік концепциясын айқындауға негіз болады. Екінші тарауда қазақ халық лирикасының танымдық жүйесі сараланып, метафизикалық өмір, өлең, махаббат, ұлттық мәдениет, батыр, дала, туыстық, эмоционалды бақыт және контрастық жақсы мен жаман концептілердің берілуі ерекшеліктері талданған. Онда концептілердің фольклорлық мәтіндердегі көрінісі, олардың этномәдени мәні мен ұлттық дүниетанымдағы бейнелерге рөлі ғылыми тұрғыда сипатталған. Қорытынды бөлімінде зерттеудің негізгі нәтижелері жинақталып, теориялық тұжырымдары жасалған. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі зерттеу жұмысын орындалудағы ғылыми дереккөздердің кең ауқымды екендігін дәлелдейді. Диссертация мазмұны зерттеудің ғылыми болжамы мен жетекші идеясы бойынша зерттеу жұмысының тақырыбын айқындайды. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келе ме деген критерий бойынша сәйкес келмеді толығымен. Зерттеу қазақ фольклорындағы халық лирикасын, қара өлеңдер мен тарихи өлеңдердің поэтикалық табиғаты мен концепт сферасын айқындауды, олардың тілдік таңбалары мен көркемдік құрылымын талдауды мақсат етеді. Бұл мақсатқа сәйкес міндеттері жүйелі түрде нақтыланған. Атап айтқанда, зерттеуде жұмысқа негіз болатын теориялық әдістердің қағидалары анықталған, қазақ халық лирикасының жанрлық сипаты мен поэтикалық құрылымы сараланған, негізгі поэтикалық көріктеуіш құралдардың қызметі айқындалған, сондай-ақ өмір, өлең, махаббат сияқты метафизикалық концептілерді, дала, туыстық, батыр тәрізді ұлттық мәдени концептілерді, бақыт, эмоционалды және жақсы мен жаман контраст концептілерін бейнелейтін тілдік таңбалар жүйелі талданған. Зерттеудің міндеттерін осылайша кешенді түрде қою арқылы, яғни қазақ лирикасының лингво-фольклортанымдық ерекшеліктерін жан-жақты ашуға мүмкіндік береді, яғни толық сәйкес келеді. Келесі диссертацияның барлық бөлімдерімен құрылысы логикалық байланысқан ба деген сұрақта критерийде толық байланысқан. Диссертация жұмысының құрылымалығы міндеттерге сәйкес жүйеленген, зерттеу жұмысының екі тарауында да және шағын парақшаларында да ішкі бірліктер сақталып, логикалық тұрғыда бір-бірімен толық өзара байланысқан. Келесі критерий автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған ба дейді, сыни талдау бар ма? Яғни сыни талдау бар. Диссертант ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырып сыни талдаулар жасалған. Автор ұсынған негізгі ғылыми жаңалықтар мен, яғни диссертант ұсынған ғылыми жаңалықтар мен тұжырымдар ғылыми тұрғыда дәлелденген, бұрыннан белгілі зерттеулермен салыстырылып сыни талдау жасалған. Келесі, ғылыми нәтижелермен қағидаттар жаңа болып табыла ма? Толығымен жаңа. Олай дейтініміз, зерттеудің ғылыми жаңа шылдығы қазақ халық лирикасының лингво-фольклортанымдық және когнитивтік тұрғыдан кешенді зерделенуде ізденуші қара өлең, тарихи өлең, ән өлеңдерінің поэтикалық құрылымы, көркемдік тілдік ерекшеліктерін және концептілік жүйесін анықтап, оларды ұлттық дүниетаным мен рухани кодты танытатын құбылыс ретінде негіздейді. Сонымен бірге зерттеу қазақ фольклортану ғылымында жаңа әдіснамалық бағыт қалыптастыруға, ұлттық тіл мен мәдениеттің өзара байланысын жаңаша пайымдауға үлес қосады. Келесі, диссертацияның қорытындылары жаңа болып табыла ма? Жаңа болып табылады. Олай дейтініміз, біріншіден, қара өлеңнің жанрлық құрылымы сипаты мен этимологиялық мәні анықталып, оның халық дүниетанымындағы қасиетті поэтикалық үлгі ретінде орны
болатынын дәлелдеген. Екінші, тарихи өлеңдердің қоғам өміріндегі уақиғаларды дер кезінде бір мұқататын елезік жанр ретіндегі ерекшелігі мен тарихи жадты сақтаушы мәтін ретінде қызметі сараланады. Келесі, үшінші, ән өлеңдердің тілдік интонациялық жүйесі, ұлттық психология мен дәстүрлі ойлау жүйесін танытудағы рөлін дәйектейді. Төртінші, халықтық лирикадағы метафора, эпитет, теле, гипербола сияқты көркемдік құралдардың когнитивтік және эстетикалық қызметін ашылып, концептілік құрылымдардың фреймдік жүйесі қолданылады. Келесі, өмір, махаббат, дала, туыстық, бақыт, жақсы, жаман сияқты негізгі концептілер когнитивтік және этномәдени қырынан жіктеліп, олардың халық дүниетанымындағы орны мен мәні айқындалады. Сондай-ақ қазақ халық лирикасының тілі, ұлттық рухани коды, этномәдени жад пен дүниетанымдық кеңістік сақтаушы жүйе ретінде қарастырылып, оның мәдени рухани құндылықтарды жеткізудегі қызметі теориялық әрі практикалық тұрғыдан дәлелденді. Келесі критерий бойынша техника және технологиялық экономикалық емес басқару шешімдері жаңа және негізделген. Яғни диссертациялық жұмыстың техникалық толығымен жаңа негізделген, себебі аталмыш зерттеу жұмысы гуманитарлық бағытта орындалғандықтан технологиялық шешімдерді қажет етпейді. Келесі, қорытындылардың негізділігі. Қорытындылардың негізділігі де диссертант тарапынан ұсынылған тұжырымдар мен ұсыныстар, жұмыстың ғылыми жаңалығы, ғылыми деректер барлық қорытындылары ауқымды дәлелдермен негізделіп көрсетілген. Келесі, қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Келесі, мына жерде практикалық құндылығы бар дедік. Пайдаланған әдебиет текшелігі, диссертацияда 29 әдебиет шолу жасалып, электронды және басқа да деректерде жеткілікті пайдаланылған. Бәр ретімен, жалпы диссертация бойынша 12 мақала жарияланды, соның ішінде басым бағыттағы комитет бекіткен журналда 8 мақаласы жарияланды. Және мақалалардың барлығы диссертацияға сәйкес келеді. Сонымен қорытындылай айтқанда, шешіміміз жоғарыда айтқан тұжырымдарды философия докторы, PhD дәрежесін алушы Мұсылман Спалярова Еленаның қазақ халық лирикасының лингвоарқылық танымдық аспектісі тақырыбында орындалған диссертациялық жұмысы ғылыми жаңалығы жол, теориялық тәжірибелердің маңызы бар, дәрежелер беру қағидалары тарапынан сәйкес орындалған академиялық сауаттылығы жоғары аяқталған жұмыс келе 8-2-301 филология мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алуға лайықты деп санаймыз. Ескертпелеріңіз бар ма осылай? Соны оқып жіберсеңіз, ескертпелеріңіз қазір диссертант жауап беру керек, сол үшін ескертпе міндетті түрде оқу керек. Ескертпелер диссертация бойынша ұсақ істерді түзетуге қажет, алайда жұмыстың мазмұнына әсер етпейді. 23-ші бетте ғалым Рәбиға Сыздықтың пікірі келді, одан келді диссертант өз тұжырымын ұсынады. Алайда зерттеме диссертанттың жеке тұжырымының соңына берілген. Мұндай жағдай 70-ші және 71-ші беттерде кездеседі бірінші ескертпе. Екінші ескертпе 76-ші бетте зерттеудің өзектілігі тілдік семантикалық танымдық аспектілерін түсіндірудің маңыздылығы мен анықталады. Концепт құрылымын қалыптастыру әдістері қазіргі уақытта аз зерттелген деген тұжырым берілген, аз зерттелген деген пікір дәлелсіз көрінеді. Оны дәйектеу үшін отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне нақты сілтеме жасау қажет. Әйтпесе тұжырым субъективті сипатта болып қалады. Үшінші ескертпе дәл сол бетте жұмыс қазіргі уақытта қалыптасу сатысында тұрған фольклорлық мәтінге концептілік талдау жүргізу арқылы мәтіннің когнитивтік деңгейін қарастыруға бағытталған деген сөйлем өзектілік пен әдіснамалық аппарат туралы ойлармен әлсіз байланысады. Логикалық бірізділікті сақтау үшін сол
сондықтан зерттеу фольклорлық мәтінге концептін талдау жүргізу арқылы жүзеге асырылады деген түрде түсінген жөн. Бірақ бұл айтылған ескерту диссертацияның ғылыми тұрғыдан құндылығына, практикалық маңызына нұқсан келтірмейтінін қайталап айтып келеді. Рахмет, тыңдағандарыңызға. Көп рахмет. Диссертацияның тіл жүйесіне оқып шақшақты талдап, ол беріп жатырсыз. Көп рахмет. Біздің бүгінгі ресми рецензенттеріміз көрсетілген өте белсенді, диссертацияны талқылауға сұрақ қоюға да белсенді қатысып отырды екеуі де. Сосын жұмысты да талдап өздерінің пікірлерін беріп жатыр. Ертең келесі кезекте осы ресми рецензенттердің пікірі 10 күн бұрын бізге диссертациялық кеңеске келіп түсті. Докторант бұл пікірлермен таныс бұрын, сондықтан осы рецензенттердің айтқан сын ескертпелеріне, жалпы пікіріне байланысты не айтасыз? Екі рецензент бойынша бөлек айтсаңыз. Сәулеван Байдузайына жұмысында оны соңғы тексеріп, егер жүзесін тексеріп, оны сөз ашылымды көремін. Сізге алғысын білдіремін. Ұсыныстарыңыз бен ескертпелеріңіз бойынша жұмыс жасалады болашақта. Рахмет сізге. Айтылған ескертпелерді қабылдайсыз, және болашақта жұмыс жасаймын деген жауап берді. Таныстар ма? Көп рахмет. Жақсы оқығаныңыз. Енді біздер ресми талқылау осымен бітті, бірақ бейресми талқылау болады. Бейресми талқылауға біздің осы диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелері болсын, уақытша мүшелері болсын, осы диссертация өздерінің пікірлерін білдіре алады. Пікір айтушылар бар ма? Бүгінгі жұмыс бойынша. Клева Сагитовна. Клева Сагитовна. Жақсы қонаққа сөз берейік. Клева Сагитовна. Клева Сагитовна дайындалып отырсын, оған не бөлім байтын? Бүгінгі Ыстамбияға Айнұр Төлеген қызының қазақ халқы лирикасының лингва фольклортану аспектісі атты тақырыптағы диссертациясын талқыланды. Ол өзінің тұжырымдарын айтып отырып сұрақтарға жауап берді. Жалпы жұмыс талапқа сай, рецензенттердің ескертпелеріне, айтқан ескертпелеріне қарамастан талапқа сай орындалған жұмыс екендігін атап өтті. Менің айтайын деп отырған нәрсем, шынын айтқанда қазақ халқы лирикасы, қазақ әдебиетінде Ақселеу Сейдімбекенді өте терең зерттеді. Тіпті Мұхтар Мағауин шынын айтқанда жазушылыққа келіп, ғалымға бастаған болса, Ақселеу ғылымға келіп жазушылығын бастаған үлкен тұлға. Сол үлкен тұлға зерттеп кеткен сондай үлкен өзекті мәселені зерттеу оңай емес. Солай болғанымен де Ақселеу де, Оразақ Насыр да қазақ халық лирикасының қара өлеңдерді түк ештеңесін қалдырмай жинады. Ол әрине болашақ үшін қазақ халқының рухани өмірі үшін өте маңызды. Дегенменен менің Айнұр Төлеген қызына бір ұсынысым, қара өлеңдер шынын айтқанда кәдімгі күнделікті өмірдегі өзекті жағдайлар мен күнделікті туып жататын нәрсе, оны қазақ әлеуметтік желілерден де көруге болады. Сондай өзектілерін, өткір философиялық ой қосайтындарын бір антологиясын жинақтау туралы мен ұсыныс айтар едім. Қазіргі заманауи, тарихы мен қазіргі екеуін араластыра отырып, ең маңыздылары. Шынын айтқанда қазір енді криптик ғасырда үлкен жаңағы көлемді нәрсені көп адам оқиды, мұндай да бермейді. Сондықтан сондай бір әдемі ой айтылған, юмормен айтылған қара өлеңдерді антологиясын жинаса, немесе жинағын жинаса деп ұсынысым бар. Қара өлеңдер әндерді айтып отырсыз ба? Қара
қара өлеңдерді айтты. Қара өлеңдерді айтыңыз. Жақсы, енді балалар сөзінде тұрғын дұрыстар ма сіздер? Заманауи bilen Facebook'ta көп жазады. Фейсбукта жоқ, тарихи мен екеуін де қосып. Оның ішіндегі де бір философиялық ойлары тереңді, және қазіргі күнде бір өткір мәселелер туралы терең ой айтқандар. Дұрыс, өте тамаша сөз, жақсы. Осыдан нәрсе қабылдау, таным, сана арқылы жетіп тұрған нәрсе. Енді ойлаймын, зерттеуші соны ойлап, мынау үш түрінде фольклордың мәселесі соншалық, өйткені екеуі де тарихи жыр мен қара өлең бір-біріне мазмұндық жағынан да мынау даму процесі жағынан да сипаты жағынан да өте сәйкес келеді. Ал енді оны ән өлеңдермен ары қарай қабылдау жағында, есту жағындағы когнитивтік процестерді қосу, сол арқылы зерттеу алғашқы өзі болған екен. Жұмысымызға сәттілік тілейміз. Алайда енді осы жұмыстағы біздің ойымызда жүретін нәрсе қазақ халқының қалыптасу тарихына баратын кейбір жақты сыма жақты пікірлерден кішкентай аулақ болсақ, еңбек ескерткіштер деген нәрсе ар жағында біздің халықтың қалыптасу тарихы жатырмыз деген сияқты, қалай қайта алады деген сияқты мәселелер бар. Соның бәрін нақтылау үшін енді зерттеуші ұсыныс ретінде айтар едім. Осылардың бәрін жеке цифрлық талдауға, компьютерға түсірсе, онда нақты ізденуші оқырманды шатаспайтындай нақтылыққа жол ашады. Алдағы уақытта жұмысты сол цифрлық бағдарламада көргіміз келеді. Рахмет. Жақсы, рахмет. Жақсы ұсыныс, көп рахмет. Дорогие уважаемые коллеги, я хотела сказать, что я очень рада впервые участвовать у вас на диссертационном совете. Я несколько раз присутствовала на защитах в Евразийском национальном университете, и было очень приятно, что меня пригласили на ваш диссертационный совет. Я бы хотела по работе сказать несколько слов. Конечно, вот такая тема на стыке литературы, фольклора, языка, этнокультурологии очень актуальная сейчас, особенно для тюркских народов, которые заново осознают свою культуру, свою национальную идентичность. И, конечно, мне было очень интересно ознакомиться с авторефератом данной работы. Я, конечно, всецело поддерживаю эту работу, и вдвойне приятно, что коллега Гульшат Раисовна Галиуллина была руководителем работы, поэтому я знакома с этой работой и всецело, конечно, поддерживаю эту работу по наилучшего в казахском языкознании. Прибыла сегодня еще одним PhD-докторантом. Мне это очень приятно, что я была именно свидетельницей этого процесса. Спасибо. И вам большое спасибо, Вера Сагитовна. Рада была слышать вас. Рахмет, мен жетекші ретінде тағы бір ұсыныс дегеннен шығады, біздің де ұсынысымыз жаңағы аппетит басында дейді ғой, жаңағы тамақтың басында дегенде астың басында дейді, сіздердің мына пікірлеріңізді естіп отырып, маған француздардың осы 20-30 жылдағы жасап жүрген дискурс есіме түсіп отыр. Сонда француздардың арасында мынандай дискурс болған: фольклорды өлі немесе тірі деп қарастыру. Кейбір фольклоршылар Берпе деген француздар болған фольклор тірі деп, тірі организм, тірі дүние деп танылған. Сол диссертациялық кеңеске қатысып отырған кісілердің дүниетанымы осы фольклор тірі деген нәрсеге жаңағы сондай ойда екен. Сол мені қуантады фольклоршы ретінде. Сондықтан жаңағы айтылған ұсыныстарды жетекші ретінде де мен енді қол үзіп кетпес айналменен. Ода біз жаңағы қазіргі замандағы цифрландыруға, жаңағы Фейсбукте де сүзетін уақыт келді деп ойлаймын фольклоршыларға. Сол нәрселерді біздер әрі қарай жалғастырамыз деп ойлаймын.
сондықтан әріптестерге сондай қоржындарды жақсы ой салғандарыңызға рахмет айтамын. Жақсы, көп рахмет. Алмасбек Ахметұлы. Айнұр Төлегенова, сіз Айнұр Төлегенованың сөзін айттыңыз ба, жеке сөзіңізді айттыңыз ба? Айнұр Төлегенова бейресми сізге жақсы ұсыныстар айтып жатыр. Диссертациялық кеңестің тұрақты уақытша мүшелері, рецензенттер жақсы пікір айтып жатыр. Шетелдік ғалымдар жақсы пікір айтып жатыр. Не айтасыз? Ұсыныстарыңызды тыңдадым, өте жақсы ұсыныс. Енді болашақта бұл жұмысты әрі қарай жалғастырамыз. Бұл бір орында тоқтап жұмыс емес. Жан-жақтан қарастырамыз. Сіздердің ұсыныстарыңызды еске алып, әрі қарай жалғастырып, бір тың жұмыс, одан да тың жұмыс шығады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет отырыңыз. Оларлардың болса енді Растаққа оты ой ойлаймын. Сахира Мандетқызы. Біріншіден аға Тышты Нұрәлетқызы, кеңестің төрағасы ретінде және кеңестің мүшелері бүгін біздер өзімен бірге керемет жұмыстың талқылау барысында кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Көптен көрмеген мынау бүгінгі ғылыми жұмыс диссертантының жетекшісі Алмасбек Мырзаны көріп отырмыз. Жаңа Флора ханым айтып кетті, бүгінгі жұмыстың ерекшелігі үш түптің басын қосқан әдебиет бар, фольклор бар және тіл бар. Сондай бір лингва фольклортану бағыттағы бір керемет жұмыс деп есептеймін. Исманбаева Айнұр Төлегенованың диссертациялық жұмысы жалпы қазақ тіліндегі когнитивтік бағыттағы зерттеулерге үлес қосатын жұмыс деп есептеуге болады. Жалпы бұл тақырыптың өзектілігін жоғарыда диссертанттың өзі айтып кетті. Жалпы мына жердегі оппоненттер де айтып кетті. Мынау ұлттық құндылықтарды тану бағытындағы фольклорлық мұраларымызды зерттеу бұл үнемі өзекті. Ешқашан бұл актуальность түскен емес. Соның ішінде қара өлең, тарихи өлеңдер, ән өлеңдерді кешенді түрде зерттеу бұл өте маңызды біздер үшін. Өйткені қазір бізде түркі халықтарының басы бірігіп, анау шыққан тегін зерттеу дәуіріне келген кезде бұл үнемі өзекті болады ғой деп солардың табиғатын ашу өзекті деп есептеймін. Жұмыста көп мәселелері қарастырылған, жаңалығы бар. Қазақ фольклорындағы өлеңдердің қара өлең, ән өлең, тарихи өлеңдерді құрылымдық композициялық тұрғыдан кешенді түрде талданған еңбектің бірі деп есептеуге болады. Бұл диссертанттың жақсы бір жаңалығы және концепт ұғымына байланысты оны кешенді құрылым ретінде қарастырған қазақ халық лирикасы мәтініндегі лингвокогнитивтік ерекшеліктерді анықтаған, нақтылаған жақсы жұмыс деп есептеймін. Жалпы практикалық құндылық жағынан да жұмыстың нәтижелері, жаңағы мектептен бастап білім беру жүйесіндегі сатының үшеуіне тікелей қатысы бар, жоғары оқу орнында жаңағы арнайы семинарлар бар, халық ауыз әдебиеті бар, содан кейін көркем мәтінді лингвистикалық талдау деген пәндеріміз бар. Осы пәндердің бәрінде тәжірибелік сабақтарда қолдануға толық мүмкіндігі бар кешенді жұмыс екен. Жалпы ғылыми нәтижелердің жариялану жағынан да өте жақсы. 12 бірдей мақала жарияланды, оның ішінде 7 ма? 8 контент бекіткен басылымдарда жарияланды. Бұның өзі ғылыми қауымдастықтың жалпы мына жұмысқа берген бағасы деп есептеймін. Тарапынан қолдау тапқан жарияланымдар деп есептеймін. Сондықтан бүгін сәттілік тілеп қояйық. Исмандиярова Айнұр Төлегенованың жұмысы бұл бүгінгі PhD атағын алуға лайықты жұмыс деп есептеймін. Сахира Мандетқызы, көп рахмет. Дидар Шоқбайқызы. Осы жұмыстың басынан бастап осы күнге дейін, бүгінгі күнге дейінгі толып жүріп өткен жолына тікелей куәгер ретінде бір ауыз айтып кеткенде отырмын. Жалпы жұмыс ғылыми семинарға келгеннен бастап диссертациялық кеңестің барлық мүшелерінің қолынан өтіп, толық жұмыспен таныспыз.
семинарда пысықтауға жібергеннен кейін қазір қарап отырсам жұмыстар көп жұмыстар жасалған. Яғни ізденушінің егер концепттерді талдауға байланысты түртеуіш құралдарды бірліктерді жүйелеп беру, жалпы тұжырымдарды нақтылаудың барлығына қарап отырсақ, жұмыстың біршама жоғарылаған сапасын байқауға болады. Жалпы ізденуші Айнұр Спандиатор бүгінгі диссертациялық кеңеске ұсынып отқан жұмысы талапқа сай барлық жағынан өткен жолғы ғылыми семинарға көрсетілген ескертпелер бойынша жұмыс жасалынып, жоғары дәрежеде PhD философия докторы дәрежесін алуға лайықты болып келген жұмыс деп есептей отырып, толықтай қолдаймын деп өзімнің пікірімді білдіргім келеді. Ғалым қатысушылармен жақсы рахмет. Қалайсы енді расында да ол жұмыс диссертациялық кеңеске түскеннен кейін ғылыми семинарды бөліп талқылағанбыз. Бірақ жақсы жұмыстар оң жағына қарай көптеген өзгертулер, толықтырулар енгізілді. Айнұр Төлегенқызы жетекшілерінің, ғылыми кеңесшілерінің ақылымен және біздің диссертациялық кеңестің тарапынан айтылған семинардың мүшелерінің тарапынан айтқан ескертпелердің барлығын жойып, бізге жақсы жұмыс ұсынып отыр деп есептейміз. Расында да тақырып өте актуальды және бір ерекшелігі жаңағы тіл мен әдебиет, филология білім бағдарламасы бойынша қорғалатын диссертациялардың тақырыбы негізінде осылай болу керек деп есептеймін. Сол үшін де біздер мына филологтарды тілші әдебиетші деп бөлмей, жаңағы сөзге деген махаббатқа ұйысқан ғалымдарды жоғары деп қараймыз ба филолог ғалымдарды. Солай болатын болса, қазіргі өзі лингвистика бойынша доктор диссертация қорғайтын кеңестер бар, қазақ тілі мен әдебиеті бойынша қорғайтын кеңестер бар, филология білім бағдарламасы бойынша қорғалатын кеңестер бар, әдебиеттану бойынша қорғалатын диссертациялар өз алдына бөлек, сондықтан филология бойынша қорғалатын диссертациялардың тақырыбы осылай кешенді тақырып болу керек, тіл мен әдебиеттің ортасынан алыну керек деп ойлаймын. Және осы бабалар сөздігі еліміздің ұлттық мұрамызға қосылған үлкен мұра деп есептейтін болса, соның кезде осы біздің диссертациялық кеңестің өзінде де қаншама диссертациялар келіп түсті, біразына қатыстыңыз Алмасбек мырза өзіңіз де. Соны мынау когнитив тұрғыдан талдап, осы ғылыми айналымға енгізіп жатқан лингвистер, осы әсіресе филология білім бағдарламасы бойынша қорғап жатқан диссертанттарымыздың тақырыбы көпшілігі осы тіл мен әдебиетті кешенді алуымен құнды болып жатыр. Сондықтан да көп рахмет айтайын, жұмыстың осындай жақсы тақырыпта бізге ұсынған жаңағы ғылыми кеңесшілермен докторантқа. Енді біздер жұмысымыз әлі біткен жоқ. Енді біз диссертация бойынша дауыс беруіміз керек, бұл соңғы шешім емес, соңғы пікір емес, дауыс жасырын түрде беріледі. Сондықтан да өздеріңіздің кейбір көңіліңіз толмайтын жерлер болатын шығар. Құрметті диссертациялық кеңестің тұрақты және уақытша мүшелері және ресми реценденттер дауыс беруге қатысасыздар. Қалған адамдар қазір сіздер залды босатуларыңызды сұралады. Біздер жасыл комиссияның дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын сайлауымыз керек. Есептің қорытындысын жариялау үшін сөз кезегі есеп комиссиясының төрағасы Бибігүл Бурбаева Сұлтановаға береміз. Қазақ Қыздар педагогикалық университеті 8-301 филология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы ені бойынша доктор дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес ұсынған есеп комиссиясы отырысының хаттамасы. Жалпы докторант Спандиарова Айнұр Төлегенованың 8-02-03-01 филология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін ұсынған диссертациясына жасырын дауыс беру нәтижелерін санау үшін таңдалды. Диссертациялық кеңестің құрамы 9 адам болып бекітілді. Отырысқа 9 кеңес мүшесі қатысты. Философия докторы PhD дәрежесін беру үшін 9 адам дауыс берді. Диссертацияны пысықтауға жіберу туралы ешкім 0, диссертацияны қайта қорғауға жіберу 0, философия докторы PhD дәрежесін беруден бас тарту 0.
рахмет тыңдағаныңызға. Рахмет, Бибігүл Кубайқызы. Құрметті кеңес мүшелері, енді есеп комиссиясының хаттамасын бекіту туралы ұсыныс бар. Осы ұсынысқа дауыс берулеріңізді сұраймыз. Есеп комиссиясын бекітеміз бе осылай? Қорытындысын? Рахмет. Бір ауыздан. Зұмдағыларға дауыс берді. Жақсы. Қарсы қалыс жоқ қой. Онда есеп комиссиясының хаттамасын бекітілсін. Дауыс беру нәтижесіне албайды. Дәреже алдарыңызда тұр. Так, енді құрметті диссертациялық кеңес мүшелері қорғау нәтижесін естідіңіздер. Енді 8.02.301 филология білім беру бағдарламасы бойынша философия дәрежесін алу үшін ұсынылған Қантиярбаева Төлегеновнаның қазақ халық лирикасының лингва фольклор-таныту аспектісі тақырыбында дайындаған диссертациялық жұмысы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің жанындағы 8.02.301 филология білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңесінің шешімімен бір ауыздан қабылданды. Құттықтаймыз. Енді бірінші Лена Айдын Төлегеновна сөз бермес бұрын қорытынды қолдап алсақ. Сіздердің алдарыңызда қорытынды бар. Соны қолдап көрейік. Қорытындыларыңызды ашайық. Диссертацияның классификациялық негіздері ма? Диссертациялық негіздері бойынша. Бірінші ғылыми дәрежелер беру ережелеріне сәйкес зерттеу тақырыбының өзектілігі. Диссертация нәтижелерінің сипаты. Екінші диссертация нәтижелерінің жаңалық деңгейі. Диссертация нәтижелерінің құндылығы. 3/1. Төртінші диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулеріне байланысы. 4/2 ма? 4/2. Диссертация қолданбалы мәлімет нәтижелерінің екінші деңгейі. Диссертацияның қолданбалы мәлімет нәтижелерінің кеңейтілген қолдану бойынша ұсыныстар. 6/1, 6/2. Біреу кеңейтілген қолдану талап етеді, екіншісі кеңейтілген қолдану талап етпейді. Қайсысы? 6/1 ма, 6/2 ме? 6/2. Кеңейтілген қолдануды талап етпейді. Кеңейтілген қолдануды талап етеді, 6/1 кеңейтілген қолдануды талап етпейді, 6/2. Қайсысы? 6/1. Жақсы. Қорытынды жобасы негізге алынсын деген ұсыныс бар, дауысқа салып жіберейік. Жақсы, рахмет. Бірауыздан қарсы қалыс жоқ. Олай болатын болса, енді диссертантқа сөз берейік. Құрметті диссертация кеңесінің төрағасы, диссертация кеңесінің мүшелері, сіздерге өз атымнан үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай ғылыми семинарға келгеннен бастап қыздар ұлттық педагогикалық университеті мен бірге жұмыс істеп келе жатқан қаншама институттер болды, сол институттер жетілді. Сіздерге осы ұжымға рахметімді білдіремін. Ары қарай еңбектеріңізге жеміс тілеймін, жұмыстарыңыз болып келесін. Және менің рецензенттерімнің ресми рецензенттерім Сәулебек Мұзаевна және Мұдағали сіздерге алғысымды білдіремін. Осылай сіздердің
байланысты тың жұмыс болады болашақта да. Барлықтарыңызға рахмет, Алмазбек өзінің жетекші Алмазбек Ахметовна, Жалпас Алтаевичке және Гүлшат Раисовнаға үлкен алғысымды білдіремін. Осы оқыған 3 жылдың ішінде осы жетекшінің бағыт-бағдарымен жасалған жұмыс, қай жерде қандай кемшіліктер бар, оңды-солды бағыт беріп отырған осы ғалым жетекшілеріне алғысымды білдіремін. Және уақытша мүшелерде біраз жұмыс жасады. Тұрақты кешімізде тұрақты мүше сізге рахмет білдіремін. Және уақытша мүшелерге Сабира Флера Садетовна сізге алғысымды білдіремін. Осындай докторлық жұмыстар осы Қыздар университетінде қорғала берсін. Еңбектерін жалғастыра берсін. Еңбектеріңізге жеміс Жақсы. Олар болмаса, көріңіз, диссертациялық кеңес Испандиярова Айна Төлегенованың диссертациялық жұмысын туралы қаулы керек, сол қаулымен тапсырып жіберейін. Бірінші диссертациялық кеңестің қорытындысы қабылдансын, жаңа ол бойынша дауыс бердік. Екінші ашық түрде қойылған Испандиярова Айна Төлегенованың Қазақ халқы техникасы микроқұрылымдардың аспекті тақырыбындағы диссертациялық жұмысының негізінде және жасырын дауыс беру нәтижесінде Испандиярова Айна Төлегеновна 8.02.301 филология мамандығы бойынша философия докторы дәрежесі берілсін деген осы 2 пункттен тұратын біз қаулы қабылдадық. Қарсы емессіздер ғой, қолдайсыздар ма? Рахмет. Қарсы қалған жоқ. Олай болса, сіздердің баршаңызға көп рахмет айтамыз. Мынау Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің жанынан ашылған 8.04 филология білім беру бағдарламасы бойынша қорғалып жатқан кезекті диссертациялық жұмысымызға уақыттарыңызды, алғы уақыттарыңызды бөліп қатысып, бүгінгі талқылауға белсенді қатысқандарыңыз үшін барлығыңызға шын жүрегімізден алғысымызды айтамыз. Жұмыстарыңызға